Армысыздар достар, алдыңғы бөлімнің жалғасы. Жай ғана тыңдап өтпей тіркеліп лайк басып қолдап отырыңыздар. Апай күлімсіреп, сен маған өмір сыйладың, сенсіз мен жалғыз өліп кетер едім. Ал қазір соңғы рет маған ләззат сыйла. Соңғы рет сезінгім келеді сені, деді көзіне жас алып. Ерлан апайдың сөзінен кейін бір сәт ойланды, бірақ ол бас тартпады. Апайдың көрпесін баяу ашып, жалаңаш денесін көрді. Уақыт ізі тереңдеген, бірақ әлі де жұмсақ жылы. Ол апайдың маңдайынан, көзінен, ернінен сүйді, мейірімді баяу. Содан кейін мойнына, кеудесіне түсті. Қызғанышы басылған, махаббаты одан да күшейген еді. Ол жігіттің шынайы сүйетініне сенді. Өйткені ол өзі қалағанын естіді. Мария апайдың денсаулығы күрт нашарлады. Соңғы айларда ол жиі шаршайтын, төмен қарай жылжыды. тынысы тарылып, Апайдың жүрегі аяқтарын ауыратын. ақырын ашып, ең нәзік жеріне бетін жақындатты. Бұл жолы қатты емес, өте нәзік, мейірімді. Тілін баяу қолданып, саусақтарымен жеңіл сипады. Апайдың денесі әлсіз толқып, көзі жұмылды. Тоқтама, сезінгім келеді, соңғы рет, деп сыбырлады. Ерлан ынтамен жалғастырды. Апайдың оргазм баяу, бірақ терең келді. Денесі қатты қысылмады, бірақ ләззат толқыны жүрегін жылытты. Көзінен жас ағып, Ерланды құшақтағысы келді. Ерлан өз киімін шешіп, апайдың қасына жатты. Қатты мүшесін баяу енгізді. Апайдың іші ыстық, бірақ әлсіз. Қозғалысты өте баяу, нәзік бастады. Апайдың қолдары Ерланның арқасынан ұстап, мен сені сүйемін, мәңгі сүйемін, деп қайталады. Ерлан апайдың құлағына, мен де сені сүйемін апай, сен менің барымсың, деп сыбырлады. Бұл жолы сөзі шынайырақ естілгендей болды. Екеуі ұзақ уақыт бірігіп жатты. Қатты емес, мейірімді, жылы. Апайдың соңғы оргазмы әлсіз, бірақ терең болды. Денесі жеңіл дірілдеп, көзінен бақытты жас келді. Ерлан да босады, апайдың ішінде қалып. Оны құшақтап жатты. Апайдың тынысы баяулап, көзі жұмылды. Рахмет балам, саған бәрін қалдырдым, деді әлсіз дауыспен. Ерлан апайдың маңдайынан сүйіп, көрпені жауып берді. Ол төсекте отырып, апайдың тыныш ұйықтап жатқанына қарады. Іштей ойлады, бұл шынымен аяқталды ма? Үй бәрі менікі, бірақ жүрегінде біртүрлі сезім пайда болды. Өкініш пе, қуаныш па, әлде екеуі аралас па білмеді. Кетер алдында апайдың қолын тағы бір рет ұстады. Апай көзін ашып күлімсіреді. Келесі жолы тағы кел. Ерлан басын изеді. Келемін апай, міндетті түрде. Бірақ екеуі де білді, бұл соңғы кездесу болуы мүмкін. Мария апайдың күндері санаулы болып қалды. Ол төсекте жатып, терезеден шыққан күн сәулесіне қарайтын. Бірақ күші жетпей, көзі тез шаршайтын. Дәрігерлер үйге келіп, дәрі-дәрмек жазып, ауруханаға жатқызу керектігін айтты. Бірақ апай бас тартты. Мен осында қаламын, үйімде, өзімнің төсегімде, деді әлсіз дауыспен. Оның ойында тек Ерлан болды. Жігіттің келуін күтетін. Телефонды қолына алып, бірақ қоңырау шалмайтын. Ол өзі келеді ғой деп сенетін. Ерлан соңғы апталарда сирек келетін болды. Ақша алу үшін ғана кіріп шығатын. Апайдың конвертін алып, жақсырақ бол апай, мен тағы келемін, деп шығып кететін. Бірақ апайдың жүрегі әлі де жігітке толы еді. Ол Ерланның иісін, қолынан, дауысын сағынатын. Бірақ бір күні таңертең апайдың телефонды алып, әрең дауыспен хабарлама жазды. Кел балам, соңғы рет көргім келеді сені. Ерлан сол күннің кешінде келді. Есікті апайдың көршісі ашып берді. Апай тұра алмайтын. Ерлан бөлмеге кіргенде, апай төсекте жатыр екен. Беті қатты бозарып, көзі шыңырайып. Бірақ жігітті көргенде әлсіз күлімсіреді. Келдің бе жаным, деді даусы әрең шығып. Ерлан апайдың қасына отырып, қолын ұстады. Апайдың саусақтары өте суық еді. Апай, неге ауруханаға бармайсың? Мен көмектесемін, деді Ерлан. Бірақ даусында шынайы алаңдаушылық аз еді. Апай басын шайқады. Жоқ, мен осында қаламын. Сен келдің ғой, соңғы рет маған жақын бол. Соңғы рет сезінгім келеді сені. Көзінен жас келді. Бірақ ол жас бақыттың, махаббаттың жасы еді. Ерлан бір сәт ойланды. Ол апайдың әлсіздігін сезді, бірақ бас тартпады. Көрпені баяу ашып, апайдың жалаңаш денесін көрді. Терісі жұқа, сүйектері шығыңқы, бірақ әлі де өзінің апайы еді. Сол апайдың маңдайынан, көзінен, ернінен сүйді. Өте нәзік, мейірімді.
Апайдың тынысы әлсіз тездеді. Ерлан мойнына, кеудесіне түсті. Нәзіктерін жеңіл сипап ауызбен тигізді. Апайдың ыңырсысы әрең естілді. Ерлан жақсы. Ерлан төмен қарай жылжыды. Апайдың аяқтарын ақырын ашып, ең нәзік жерін бетін жақындатты. Бұл жолы қатты емес, тек нәзік жұмсақ тілін тигізіп, саусақтарымен баяу сипады. Апайдың денесі әлсіз толқып, көзі жұмылды. «Рахмет балам, сезіндім сені», деп сыбырлады. Ләззат толқыны апайдың жүрегіне жетті. Ол күшті оргазм емес, бірақ терең, жылы сезім болды. Көзіне жас ағып, Ерланның шашынан ұстады. Ерлан өз киімін шешпеді, тек шалбарын түсіріп, апайдың қасына жатты. Қатты мүшесін баяу, өте абайлап енгізді. Апайдың іші ыстық, бірақ әлсіз. Қозғалысты өте баяу бастады. Әр қимыл сайын апайдың тынысы тездеді. Апайдың қолдары Ерланның арқасынан әрең ұстап, «Мен сені сүйемін, мәңгі сүйемін, менікісің», деп қайталады. Ерлан апайдың құлағына «Мен де сені сүйемін, апай, мәңгі», деп сыбырлады. Бұл жолы сөзі іштей аздап шынайырақ сезілді. Екеуі ұзақ емес, бірақ мейірімді бірікті. Апайдың соңғы ләззаты әлсіз толқынымен келді. Денесі жеңіл дірілдеп, көзіне бақыт жасы толды. Ерлан да босады, апайдың ішінде қалып, оны құшақтап жатты. Апайдың тынысы баяулап, көзі жұмылды. Мария апай бір аптадан кейін қайтыс болды. Түнде тыныш ұйқыда кеткен көршісі таңертең есік қағып, жауап болмаған соң полиция шақырған. Дәрігерлер де келген. Апайдың жүрегі тоқтағанын айтты. Өлім себебі жүрек жеткіліксіздігі, қарттық, қолында телефоны бар еді. Соңғы хабарлама Ерланға жазылған. «Келдің ғой, рахмет, сүйем сені», бірақ жіберілмеген. Ерланға хабар келді. Көршісі қоңырау шалған. Ол келгенде үйде полиция мен туыстары жоқ еді. Тек нотариустың құжаттары дайын тұрған. Апайдың өсиеті бойынша үй, жер телімі, аз ғана банктегі ақша бәрі Ерланның атына өткен. Балалары шетелде тұрғандықтан олар келмеді де, келгенде де ештеңе талап етпеді. Апайдың өсиеті заңды еді. Ерлан үйге кіргенде бөлмелі әлі апайдың иісімен толы болды. Төсектегі көрпе бүктелген. Үстелде екі шынаяқ, біреуі апайдікі, екіншісі Ерланның соңғы келгенінде қалған. Ол төсекке отырып бір сәтке көзін жұмды. Апайдың соңғы күндері есіне түсті. Әлсіз күлкісі, қолын ұстауы, «Сен менікісің» деген сөздері. Жүрегінде бір ауырлық пайда болды. Өкініш пе, кінә ме, әлде жай ғана бос сезім бе, білмеді. Үйді сатты. Шымкенттегі ескі аудандағы шағын үй көп. Ақша келмеді, бірақ жеткілікті болды. Ерлан оны сатып қарыздарын жапты. Университетті аяқтады. Жаңа пәтер алды. Достарына мұра алдым деп аймақтанды. Бірақ апайдың атынан атамады. Ол үшін апай жай ғана қарт әже, волонтерлік ақылы табыс тапқан көзі еді. Бірақ кейде түнде ұйқысы келмейтін. Көзіне апайдың беті елестейтін, күлімдеген, көзіне жас алған, «Сен маған өмір сыйладың» деген. Ол апайдың махаббаты шынайы болғанын түсінді. Өзі не берді? Ләззат па, өтірік сездер ме? Ақша үшін берілген құшақ па? Ол жауап таппайтын. Бір күні үйді саттар алдында апайдың шкафындағы ескі фотоальбомды тапты. Ішінде апайдың жас кезіндегі суреттері, күлімдеген әдемі әйел күйеуімен бірге, балалармен. Соңғы бетте Ерланның суреті, апайдың телефонынан басып шығарған. Суреттің артында апайдың қолымен жазылған: «Менің жалғызым, мәңгі сүйемін». Ерлан суретті ұзақ қарады. Көзіне жас келмеді, бірақ жүрегі ауырлады. Ол суретті қалтасына салып үйден шықты. Есікті жауып кілтті ұрға берді. Уақыты өте келе Ерлан өмірін жалғастырды. Жұмыс тапты, қыздармен жүрген, отбасы құрды. Бірақ кейде жалғыз қалғанда апайды есіне түсетін. Ол апайдың махаббатын ешқашан ұмытпады. Ол махаббат оған үй әкелді, ақша әкелді, бірақ ең бастысы бір адамның шынайы сүйіспеншілігін сезінуге мүмкіндік берді. Көңілдесінен қалған мұра осылай аяқталды. Үй сатылды, ақша жұмсалды, бірақ апайдың махаббаты мәңгі қалды. Ол Ерланның жүрегінде, әр түндегі ойда, әр жалғыздықта ұзақ жылдар бойы өмір сүрді.